Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары? Математика пәні 144-ші сабақ. Ақиқат немесе жалған пікірлер құру. Сен ақиқат немесе жалған пікірлерді құруды үйренесің. Табиғат аясында дем алу мәдениеті. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мына сөйлемдердің қайсы пікірге жатады? Қандай шуақты күн пікірге жатады, е балалар? 102 мен 4-тің сандарының көбейтіндісі 408-ге тең. Дұрыс па, балалар? Дұрыс, яғни ол да бізді пікірге жатады. Сіз табиғат аясында демалуды ұнатасыз ба? Бұл пікірге жатады ма? Жоқ, жатпайды. Нұр-Сұлтан Қазақстан Республикасының бас қаласы. Жатады. 8 жұп сан. Жатады ма? Я. Ай жер серігі. Жатады. 3 және 5 сандарының қосындысы 8-ге тең. 3 пен 5-тің қосындысы 8-ге тең болады ма, балалар? Я, болады. Сіз театрға бардыңыз ба? Пікірге жатады ма? Не істеп тұр? Жай сұрап тұр. Жатпайды, е, балалар. Өтінемін, маған кітапты алып келші. Не істеп тұр? Бұйырып тұр. Бұл да бізде пікірге жатпайды. Енді, балалар, жауаптарын тексеріп көрейікші. Жарайсыңдар, балалар. Біз дұрыс жауап бердік. Балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Пікірлерді бағандарға бөліп орналастырып жазамыз. Ақиқат пікірлер және жалған пікірлер. Ендеше кәне, балалар, өзіміз орнымызда отырып, орындап, жазып көрейік. Сосын бірге отырып тексереміз. Балалар, енді екінші тапсырманы тексеріп алайық. Пікірлерді бағандарға бөліп орналастырсақ, дұрыс па, бұрыс па тексере қойыңдар. Балалар, енді кітабымыздағы 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Суретке мән беріп қарайық. Енді қараймыз, суретке қарай отырып, пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықта дейді. Кәне, балалар, анықтайық барлығымыз бірге отырып. Суретте қыс мезгіліндегі отбасылық демалыс бейнеленген дейді. Бұл ақиқат па, балалар? Жоқ, бұл қандай? Жалған. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ары қарай, суретте табиғат аясында демалыс бейнеленген. Бұл ақиқат па? Дұрыс айтасыңдар. Бұл ақиқатқа жатады. Келесін оқи қойыңдар. Табиғат аясындағы отбасылық демалыс бейнеленген. Ақиқат па, жалған ба? Дұрыс айтасыңдар. Ол да ақиқатқа жатады. Суретте отбасының ас үйде тамақтануы бейнеленген дейді. Бұл ақиқатқа жатады ма, балалар? Жоқ, бұл жалған пікірге жатады екен. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше жауаптарын тексеріп көрейік. Балалар, біз дұрыс жауап берген екенбіз. Жарайсыңдар. Балалар, енді 5-ші тапсырмаға қарайық. Санның квадраты және кубы. 7-нің кубы нешеге тең? Яғни 7-нің кубы нешеге тең болады, балалар? Кәне, 7-ге 7-ні көбейтеміз 49, 49-ға 7-ні көбейтеміз 343-ге тең. Жарайсыңдар, балалар. 10-нің квадраты нешеге тең болады? Ойланып отырамыз, кәне, балалар. 10-ның квадраты 100-ге тең. Жарайсыңдар. 8-дің кубы нешеге тең, балалар? 8-дің кубы қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 8-дің кубы 512-ге тең. 4-тің кубы қаншаға тең? 4-тің кубы 64-ге тең. 9-дың кубы қаншаға тең? 9-дың кубы 729-ға тең. 20-ның квадраты қаншаға тең, балалар? 20-ның квадраты тең қаншаға? 400-ге тең. Дұрыс па, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Енді жауаптарын тексеріп көрейікші. Біздің шығарған есебіміз дұрыс па екен? Өрнегіміз дұрыс екен. Балалар, ендеше осы есепті ары қарай өзіміз жалғастырып, Ә тапсырмасын және Б тапсырмасын өзіміз орнымызда отырып шығарып көрейік.
Балалар, 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды. 36 адам волейбол ойнауға, одан 2 есе артық адам футбол ойнауға қатысты. Волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысса, сонша адам эстафеталық ойындарға қатысты. Спорттық ойындарға барлығы неше адам қатысты? Сұрақ. Бірінші біз футбол ойыншылардың санын тауып аламыз. Не істейміз ол үшін? Дұрыс айтасыңдар. 36-ны 2-ге көбейтеміз. Одан кейін біз эстафетаға қатысушыларды тауып аламыз. Онда біз не істейміз? Яғни волейбол ойнағанға және футбол ойнаған қанша адам қатысты, сол екеуін не істейміз? Қосамыз. Дұрыс айтасыңдар. Енді барлығын табу үшін волейбол ойнаған, футбол ойнаған және эстафеталық қатысқан ойыншылардың санын қосып, спорттық ойындарға барлығы қанша адам қатысқандығын табамыз. Ендеше балалар, орнымызда отырып шығарып көрейік, бірге отырып тексереміз. Балалар, 6-шы тапсырманы орындап болсақ, бірге отырып тексерейік. Футбол ойыншылардың саны, не істедік балалар? 36-ны 2-ге көбейттік, 72, яғни олар футбол ойнаушылардың саны. Эстафетаға қатысушылардың санын табу үшін 36-ға 72-ні қостық, яғни 108 шықты. Барлық жарыстарға қатысушылар санын табу үшін 36 адам волейбол ойнаған адам, 72 футбол ойнаған адам, жаңағы эстафетаға қатысқан 108, барлығын қосқанда 216 адам спорттық ойындарға қатысты. Ендеше балалар, барлығымыз есебіміз дұрыс болса, келесі есепті орнымызда отырып шығарамыз. Енді 7-ші тапсырмаға назар аударсақ, теңдеулерді шешу. X көбейтілген жақша ішінде 4 көбейтілген 6 тең 148 бен 52-нің айырмасына. X көбейтілген бірінші 4 пен 6-ны көбейтіп аламыз. 4 пен 6-ның көбейтіндісі нешеге тең болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 24-ке тең болады. Енді оң жағын шығарамыз. 148 бен 52-нің айырмасы нешеге тең болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 96-ға тең болады. Балалар, бізде күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып алдық. Енді не істейміз кәне балалар? Дұрыс айтасыңдар. 96-ны 24-ке бөлеміз. 96 мен 24-тің бөліндісі нешеге тең болады? Кәне ойланып отырайық балалар. 96 мен 24-тің бөліндісі қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 4-ке тең болады екен. Енді балалар, есебіміз дұрыс па? Тексеріп көрейікші. Дұрыс жауап берген екенбіз балалар. Енді осы есептің ары қарай өзіміз орнымызда отырып шығар. Балалар, енді 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Дұрыс жауапты белгіле. Қорапта 7 шар бар. Олардың 3-еуі көк шар және 4-еуі қызыл. Қорапқа қарамай тұрып, арасында кем дегенде бір қызыл шар болу үшін одан неше шар алу қажет? Қанша шар алу қажет деп ойлайсыңдар? Арасында бір қызыл шар болу үшін. Кәне ойланайық балалар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қанша шар ала аламыз? 4 шар. Ал енді балалар, жауабын тексеріп көрейікші, біздікі дұрыс па екен? Дұрыс жауап берген екенбіз. Жарайсыңдар балалар. 7-ші тапсырмасының әсін үйден шығарып келеміз балалар.